Абайдың інісі, Алаштың ірісі атанған Қайым Мұхамедхановтың өмірі мен еңбектері. 1916-2004 жылдары өмір сүрген қазақтың көрнекті ғалымы, абайтанушы, педагог, жазушы, ақын, драматург және аудармашы. 20 ғасырдың дауылды күндерінде Абайдың мұрасын көзінің қарашығындай сақтап қалған, ұлт руханияты үшін отқа да суға да түскен бір тұлға бар еді. Қайым Мұхамедханов қазақ әдебиетінің абайтану мектебінің негізін қалаушылардың бірі болып табылады. 1951 жылы Абайдың әдеби мектебі тақырыбына кандидаттық диссертациясын қорғағаннан кейін саяси қуғын-сүргінге ұшырап 25 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда 1955 жылы толық ақталып, ғылыми және шығармашылық қызметін жалғастырды. 1996 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығымен марапатталды. Абай атындағы халықаралық сыйлықтың және Алаш халықаралық әдеби сыйлығының иегері атанды. Ғалымның есімі мәңгі есте қалдыру мақсатында Семей қаласында ескерткіш орнатылды. Оның көптеген ғылыми еңбектері мен зерттеулері, көркем шығармалары бар. Оның бірі Абайдың ақын шәкірттері. Абайдың ақын шәкірттері Қайым Мұхамедхановтың ең маңызды ғылыми еңбектерінің бірі. Бұл зерттеу Абай Құнанбаевтың айналасындағы ақын шәкірттерінің шығармашылығын, олардың Абайдың әдеби мектебінде алған тәрбиесін, оның шығармашылық ықпалын терең зерттейді. Бұл 3 томнан тұратын кітап. Әр томда Абайдың ақын шәкірттерінің шығармашылығы мен олардың қазақ әдебиетіндегі орны баяндалады. Шығармада Абайдың ақын шәкірттерінің әдеби мұралары, өмірі мен шығармашылық жолы, Абаймен байланыстары мен оның шығармашылығына ықпалы тақырыбына кеңінен қарастырылады. Қайым Мұхамедханов зерттеген шәкірттер Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағауия Құнанбаев, Ақылбай Құнанбаев, Көкбай Жанатайлы және Тұрағұр Құнанбаев. Қайым Мұхамедхановтың Абайдың ақын шәкірттері еңбегі қазақ әдебиетінің асыл қорына қосылған аса маңызды ғылыми еңбек болып табылады. Абайды тану ұлттың рухани биігіне жақындау. Сен де осы биікке бірге өрлеп көр.